Бизнеске екі түрлі кірудің жолы бар. Біріншісі $150 и $535. Бұл жерде мен $535 вход разбор жасаймын, өйткені $535 пакетте қосымша үлкен бонус түрі бар, ақшалай и travel бонус бар, яғни путешествие бар. Енді мысалға сіз $535 кірдіңіз, оның $400 маркетинг планға жұмсалады. Сіздің реферальный бонусыңыз $40 болады, 10%, бинарный бонусыңыз 12%, $48 болады. Ары қарай малый веткіңізде, командаңызда $6000 товарооборот болған кезде сіз бірінші travel бонусты аласыз. Бонус путешествие. Бізде путешествие түгел компания төлейді, перелет, проживание, питание, развлечение дегенде, и өзіңізбен бірге қосымша тағы бір адамды алып кете аласыз. Енді бұл бонусты алған кезде сіз немесе барып қайтсаңыз болады ол путешествияға, немесе сол путешествияның жарты ақшасын алсаңыз болады, немесе резерв ретінде сақтап қойсаңыз болады, кейін барсаңыз болады. И бинар бойынша $720 табыс тауып қоясыз. Әрі қарай командаңызда қосымша $9000 товарооборот болған кезде, малый веткеде сіздің одан алдын жасаған $6000 бар, общий есептегенде $15000 болды, сіз екінші travel бонусты алып отырсыз. Тура сол условия, екі адамға бәрі толық түгел төленген, сіз барсаңыз болады, ақшасын алсаңыз болады, немесе резерв жасасаңыз болады. И және де бинарный бонус бойынша $1080 табыс тауып қояды екенсіз. Келесі тағы $15000 товарооборот болған кезде сіздің одан алдыңғы жасаған $15000 екеуі қосылып, общий $30000 товарооборот болады, малый веткеде. Сол кезде сіз үшінші travel бонусты аласыз. Ол саяхат Бали аралына, және де тренинг бонус аласыз, компанияның тренингіне қатыса аласыз, ақша жасауға көмектесетін. И бинарный бонуспен сіз $1800 табыс тауып қояды екенсіз. Қызықтың бәрі платина деген статустан басталады. Бұл жерде $30000 товарооборот болған кезде сіздің одан алдын жасаған $30000 бар, общий есептегенде $60000 товарооборот. Сол кезде сіз төртінші travel бонусты аласыз, Мальдив аралына. Бинарный бонуспен $3600 табасыз, және де лайф бонус деген жаңа бонус түрі қосылады. Сол лайф бонус бойынша $12000 бонус аласыз. Оны сіздің кәдімгі банковский шотыңызға аударады. Сіз ол ақшаға барып автокөлік алсаңыз болады, немесе өзіңіздің басқа да бір тірліктеріңізге жұмсасаңыз болады. Әрі қарай Рубин деген статус бар. Бұл жерде тағы қосымша $60000 товарооборот болған кезде сіздің одан алдыңғы жасаған $60000 бар ғой. Сонымен қосып $120000 товарооборот болады. Сол кезде сіз 5-ші travel бонусты аласыз. Және де бинар арқылы $7200 табыс тауып қоясыз. Және де лайф бонуспен тағы да қосымша $17000 банковский шотыңызға түсіріп береді. Яғни сіз одан алдын 12000-ді да алдыңыз, 17000-ді да алдыңыз. И осы Рубинге дейін біздің жолымызда сіз 5 рет саяхатта болады екенсіз, және де малый веткеде $120000 товарооборотқа общий есептеген кезде бинарный бонусыңыз бар, лайф бонусыңыз бар. Соның бәрін қосқан кезде $43400 табыс тауып қояды екенсіз. Бірақ бұмен шектелмейді. Ары қарай $22000, $60000 және де $100,000 лайф бонустар бар. Оның бәрін біз ақшалай банкке аламыз, банковский шотқа түсіріп береді. Және де travel бонустар бар, дополнительно әр рангта, әр статуста. И қосымша тағы бинарный бонус